Мен Күршім ауданы полиция бөлімінің аға анықтаушысы полиция аға лейтенант Алинов Елдар Болатұлы бүгін 2024 жылдың 10 мамырында Маралды ауылына келіп, Маралды ауылы Алтай көшесі 57-ші мекен-жайы бойынша тінту жүргізетін боламын. Яғни Шығыс Қазақстан облысының Күршім аудандық сотының тергеу судьясымен санкцияланған тінту жүргізу туралы қаулы. Ол бойынша Жанат, сіз танысасыз бе қаулымен? Танысаңыздар болады. Қаулыда не деп жазып тұр? Ел бойынша үй жайына, қора жайына, гаражын, ауласын тінту жүргізу қажеттілігі туындады дейді. Жоғарғыда аталған негізінде 198 бабы. Біз халықпыз, ауылдың тұрғынымыз. Сотына тінту жүргізу санкциясы туралы мәселені шешу үшін сотқа дейін тергеп тексеру материалдары 246-35-20-31 0000 40 көшірмелерін жолдауы дейді. Мынаның көшірмесі несі маған беріле ме вообще по закону? Беріледі. Қаулым көшірмесі. Сонда именно шағым жасау немесе прокурордың сот актісін қайта қарау туралы қора жайын гаражына дейін тінту дейді. Шығарылған күннен бастап 3 тәулік күн ішіне берілуі мүмкін дейді. Несі анықтаушы полиция аға лейтенант Алинов. Нақты сол жаңа. Так, енді Қазақстан Республикасының процессуалдық кодексінің 252, 254 және 250 баптарын басшылық қала отырып, төменде аталған куәгерлердің көзінше, яғни сіздің толық аты жөніңізді айтып беріңізші. Серік деген жаңа полиция қызметкері халыққа дігеңдеп тұрды, тиісіп тұрды. Провокаторларға провокация жасап тұр. Және ойдан қалды, және тоқай сіздің толық неңізді, күніңіз, айыңыз, жылыңызды. Осыны енді ары қарай до конца жабуларын талап етеміз. Не үшін же? Қаулыдан және Қазақстан Республикасы процессуалдың 254 бабының талаптарын орындай отырып, Маралды ауылы Алтай көшесі 57-ші үй бойынша тінту жүргізетін болады. Тінту жүргізер алдында сіздерге Қазақстан Республикасы процессуалдық кодексінің 254 бабы және бірнеше тармақтарына сәйкес осы хаттаманы толтырамын. Ол хаттама бойынша қазір мен тінту жүргізер алдында андағы бейнекамераңызды сізге өшіруге тура келеді. Өйткені мен қазір тергеу амалдарын жүргіземіз. Міне бейнекамера бар. Керек десеңіз, ертеңнен біздің заңдылығымызды ертең Күршім аудандық соты тексереді бізді. Солар қысқа қарағай. Ал ана камерада басқадай бірдеңке болмауы. Біз четтен түсіреміз ғой, ашық аңдар келді, амон келді. Амон келе жатыр тағы да. Қонақтар келіп жатыр. Так, тінту жүргізу алдында жоғарыда аталған адамдарға тергеу амалдарына қатысуға болатындығы хаттамамен танысуға және ескерту жасау құқықтары түсіндіріледі сізге. Сіздерге айтып айтқанда куәгерлерге Қазақстан Республикасы процессуалдық кодексінің 80-ші бабында көрсетілген куәгердің тергеу іс-әрекеттерін жүргізуге қатысуға, тергеу іс-әрекет жөнінде хаттама енгізуге жататын мәлімдемелер мен ескертулер жасауға, өзі қатысқан тергеу іс-әрекеттерінің хаттамасымен танысуға, қылмыстық ізге түсу органының іс-әрекетіне шағым жасауға, қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде өзіне келтірілген шығындарды өтем алуға, қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішті мәлімдеуге құқығы бар екен, және куәгер қылмыстық іске түсу органның шақыруы бойынша келуге, тергеу іс-әрекеттің жүргізу фактісін, оның барысы мен нәтижелерін тергеу іс-әрекеттерінің хаттамасында өзінің қолымен куәландыруға, анықтаушының, тергеушінің, прокурордың рұқсатынсыз алдын ала тергеу материалдарын жарияламауға, тергеу іс-әрекеттерін жүргізу кезінде тәртіп сақтауға міндетті екен туралы ескертілесіздер. Бұл дегеніміз жаңағы тергеу іс-әрекеттерін жарияламау туралы жаңағы бейнекамераңыз, егерде қазіргі өздеріңіз айтпақтай ақпараттық желіге салған жағдайда, онда сіз жауапкершілікке тартылатын боласыздар. Болды, хорошо. Так, ол туралы мен ескертім сіздерден. Шағым жасауға құқыларыңыз бар. Әрине, біз қазір менің сіздердің ең басты міндеттеріңіз бар ма, әлде мен де бармын ба? Жоқ, сіз де бар сізге. Жоқ, мен қазір сіздерге ең басты міндеттеріңіз менің іс-қимылдарыма қарау. Яғни жаңа өзі айтып жатсыз ғой, сіз бірдеме салып тастамасыз, етіп тастамасыз. Мен қазір менің қимылдарым артымнан қарап жүріп отырсыз. Мен қай жерді қараймын, сол менің артымда менің іс-әрекетімді бақылап отырасыздар, көрейін ба? Ал мына жақта бізде видеокамераға түсіп тұрған кісі бар. Онда қарау керек қой енді бізді. Ана сөмкесі бар, тыста кетсінші, қайда білеміз? Хорошо, сумкасы тыста кетсін. Бәрін тыста кетсін. Біз уже әрбіреуден уже күдіктенеміз уже. Қалталарында мүмкін бірдеңке бар ма, қайдан білеміз? Қарап тұрыңдар тегінде. Толиктан жұмыстан шығарып жіберіңдер деп тұрсыз сол үшін. Толик. Тінту жүргізу алдында және қатысуға шақырылған маман ретінде. Маман өзіңіз таныстырып өтіңізші. Полиция аға лейтенанты Қайыргелді. Қазақстан Республикасы процессуалдық кодексінің 84-ші бабында құқылары таныстырған болатын. Сізге құқықтарыңыз түсінікті ме?
тұра тұр оқып алайын. Қайырғазиев кім дейді? Неге түсіртпейсің еші? Камераға түсіруге болмайды. Жоқ, Неге? Қайырғазиев Дастан Мақсутович криминалист екен. Так, барлық құқықтармен таныстырып өттік. Енді сағатымыз 16 сағат 49 минут. 56 минут. 57 минут, иә. 57. Басталу сағат 16 сағат 57 минут. Жүріңіздер, бастаймыз. Мына жаққа ішімге жүріңіз. Қойшы неге жүрмін? Қойшы Сергей. Екеуі өздері түсіреді. Сен кірмей қойшы 90-да. Не мына кісі мен Серік